Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге хворстың ең керемет рецептісін көрсеткім келеді. Жақында ғана осы рецепті қолданып көрдім. Өте керемет болып шықты. Орысша айтқанда песочный тесто болып шығады. Даусын қараңыздаршы, қытырлақ болып шыққан. Шаймен ішкенге өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті заттар: бүтіндей жұмыртқа, екі жұмыртқаның сарысы, ұн және де шекер қажет болады. Таза табағымызға жұмыртқаны саламыз және де жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне қамырымызды сала отырып, бізде қамыр илейтін боламыз. Мен алдымен вилканың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен қамыр иледім. Дайын қамырымызды бірнеше минутқа тындырып қоятын боламыз. Неке бізде дайын болды. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Бізге осындай кескіш қажет болады. Болмаған жағдайда пышақтың көмегімен кессеңіздер болады. Ені 4-5 см болатындай үсті барлығын кесіп шығатын боламыз. Кесіп болғаннан кейін осылай араларын ажыратып, бірін үстіне бірін қойып, орамалымызбен жауып қоятын боламыз, қаясып кетпес үшін. Және де бір таяқшаның көмегімен орап, қызып тұрған майымызға салып пісіріп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Мінеке осылай қызып тұрған майға сала салысымен үстіп дөңгелетіп отырамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бастамасында әрине сіздерде шықпауы мүмкін. Сондықтан қоя қоймаңыздар. Міндетті түрде қайта-қайта жасасаңыздар, осылай қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Мен бірінші видеода бір жағын ғана осылай пісірдім. Бұл да өте әдемі. Егер де екі жағы бірдей қып-қызыл болып тұрсын десеңіздер, екінші видеодағындай жасасаңыздар болады. Екінші жағын аударып, осылай пісіріп алатын боламыз. Өте оңай барлығы. Мінекей біздің хворст дайын болды. Шаймен ішкенге өте керемет болып шығады. Үстіне қантын тағын сепсеңіздер, одан да дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған рецепт қатты ұнады. Әсіресе жолдасыма өте қатты ұнады. Күшті, сондай. Маған ұнаған рецепт осы болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, қандай қытырлайды, қандай нежный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк, комментарий қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған келін Камайра Құлан. Қош сау болыңыздар. Менен қандай да бір рецепт күтетін болсаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде оқитын боламын.